Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге майсоқтың қалай жасалу жолын көрсететін боламын. Видеоның соңына дейін менімен бірге болыңыздар. Ыдысымызда қуырылған тары, осыны ыстық сумен 3 қайтара жуып аламыз. Міне біз тарымызды жуып алдық, енді осының үстіне сүтімізді құямыз. Міне біз сүтімізді құйдық, енді газде 5-10 минут қайнатамыз. Міне біздің тарымыз қайнап жатыр, тағы да 5 минут қайнататын боламыз. Біздің тарымыз қоюлана бастады, енді газымызды өшіріп, бетін жауып қоямыз. Біздің тарымыз сүтті өзіне сіңірді, енді үстінен майымызды салып, майымызды араластырып, тарымыздың арасына салып жібереміз. Сонда біздің майымыз ыстық тарыда еріп кетеді. Араластырып болғаннан кейін бетін тағы да жауып қоямыз. Біздің тарымыз дайын болды. Майсогымыз. Енді шекерді саламыз. Шекерді ыстық күйінде салсаңыздар да болады. Біздің тарымыз барлық құрамын өзіне сіңіріп алды. Шашырап әдемі болып шығып тұр. Міне достар, біздің майсогымыз дайын болды. Дәмі енді өте керемет болып шығады. Өз басым майсогты қатты жақсы көремін. Сіздер де отбасыларыңызға жасап беріңіздер. Әсіресе сәресіге, ауыз ашқанға өте керемет тағам. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сіздермен болған Айгерім.